Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі айтатын тақырыбымыз адамның бойындағы басып жаншылған эмоциялар жайында. Ол адамның бойында басылған, сақталған, ешкімге айтылмаған әңгімелер ол ешқайда кетпейді. Олар біздің денемізде шығатын жол іздейді. Мысалы, бірінші жол ауру арқылы шығады, я болмаса екінші жолы қарым-қатынас арқылы. Мысал үшін ата-анаңмен немесе күйеуіңмен, болмаса араласатын ортаңмен қарым-қатынас арқылы шығады. Мысал келтіретін болсақ, буллингке ұшыраған оқушының ортасын ауыстырып жібердік делікті. Кейбір ата-аналар басқа мектепке ауыстырып жіберіп жатады. Бұл жерде адамдар бір-бірін бейсаналы түрде сезеді. Тағы да сол буллингке ұшырап жатады. Неліктен?